Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі жеті қазына атты дәрісімізді сіздерге арнап отырмыз. Елімізге, жерімізге келіп отқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Жеті санын қасиетті санған қазақ халқында жеті қазына деген сөз бар. Жеті қазына қазақтың дәстүрлі дүние танымдағы философиялық түсініктердің бірі. Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырып, оның ұғымына мыналарды жатқызады. Жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қанды ауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік. Ер жігіттің жүйрік аты қанаты, қыран бүркіт қуаты, құмай тазысы абыройын асырар сенімді серігі. Мылтығы қақарлы оты, қақпаны серті, ауы әдіс айласы, кездігі сусы. Халық жеті қазынаны өмір қажетіне негіз етіп таратқан. Қазақ халқының жеті қазынаны жеті ырыс деп атауының да мәні осында. Жеті ырысқа мыналарды жатқызады. Адамның ақылы, ой санасы. Өйткені адамзат ақылы арқылы хайуанаттар дүниесінің бөлініп ерекшеленеді. Әрі дүниенің қожасы болды. Денсаулық, яғни дененің саулығы. Ақ жаулық, яғни үйдегі әйел адам ердің жары, балалардың анасы. Халқымыз ежелден бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп, әйелді тіршілік иесі, адам өмірін жалғастырушы деп қастерлеген. Бала адам өмірінің жалғысы, қуанышы. Көңіл мен пейіл кем болса, ынтымақ пен береке орнайды. Жерсіз ел түл, ерсіз жер түл. Ит, ол әуел бастан адамға сенімді серік болған. Ал ислам аңызы бойынша жеті қазынаға мыналар жатқызылады. Қызыр, ол өз ұнатқан адамдарына ғана дариды. Қыдыр дарыған адам байлыққа кеңеледі деген түсінік бар. Бақ, ерекше жаратылған құдірет иесі, бақ дарымайды, қонады. Бақ қонған адам ел мен жерге қожалық етеді. Ақыл байлық пен бақыттың тірегі. Денсаулық, деніңізде саулық болмаса, өміріңізде сәнде, мәнде болмайды денеді. Ақ жаулық, дін аңыздары бойынша ал адамды топырақтан жаратып, жан берген соң адам ұрпағын тарату үшін оның сол жақ қабырғасының біреуінен Хауа ананы жаратқан. Тұз Алланың адамдар мен жануарларға берген несібесі, таусылмайтын кені. Ит адам мен Хауа ананың алғашқы серігі, қорғаушысы. Осы айтылған ислам аңыздағы жеті қазына Алланың кереметімен ғана болып отырады. Мұндағы мақсат барлық іс Алланың ұйғарымында. Құдайсыз құрай сынбайды дегенді білдіреді.